Бәріне сәлем достар. Бүгін мен сендерге Лего көрсетіп келіп тұр. Бұл менің каналымда Лего түсіретін бірінші видеом, және өзінің туған тілінде, қазақ тілінде сөйлеп тұрған бірінші видеом. Сіздер қазақ тілін түсінесіңдер деп ойлаймын. Мен сендерге Легомды көрсете берейін. Бүгін мен сендерге мұндай Лего наборға обзор істегім келіп тұр. Мұнда дұрыс көрінбейді, себебі мына жақтан күн ұрып тұр. Осындай Лего техник набор. Мұндай. Мен бірақ уже ашып қосып қойдым. Енді өзің көрсетейін. Ол өзім мынандай. Қатты үлкен деп айта алмаймын. Менің алақанымдай, примерно. Вот, кішкене үлкенірек. Осындай көлік. Оның әртүрлі фишкалары бар. Мысалы, мұнда редкий деталькалар бар, және мұндай принтованный деталька бар есіктің. Бірақ сіз кәдімгі Лего құрастыратын болсаңыз, оны қолдана алмайсыз. Скорее всего, техник машина құрастыратын болсаңыз, көлік оны қолдануға болады. Және үлкен осындай оттар бар, шығып тұрған екі жағынан. Осындай дәу мұндай дөңгелек, және кішкене кішірек тағы осындай дөңгелек бар. Енді бұның фишкалары. Мұнда қарасаңыздар, артында осындай мотор сияқты бар. Ол бірақ бүйтіп істеуге бізге мүмкіндік береді. Біз оны былай артқа жүргіземіз да, жүріп қалса ол жүріп кетеді. Қайттан көрсетейін. Сіз осы наборды разобрать етіп, осы детальканы алып, өзіңіз күштірек қылып самоделка істесеңіз де болады. Міне осындай. Және бұның осы қызыл көліктің екінші түрі бар деуге болады. Бірақ ол кішкене басқашалау. Ол мұндай жасыл көлік. Ол менде пока жоқ. Осы екеуін қоссақ, осындай көлік шығар. Ол мұнда көрсетіліп тұр. Жақсы жерге көрініп тұрған жоқ шығар. Сіздер оны интернеттен іздеп көрсеңіздер таба аласыздар деп ойлаймын. Және осы набордың коды 42073. Осындай код. Сатып алатын болсаңыздар, сатып алыңыздар. Мен өзім осы наборды таңдап алған болатын, өзіме қатты ұнайды. Және бұны алдында тағы бір фишкасы бар. Мынау осы деталька. Мұндағы механизмді басқасаңыз ұшып кетеді. Міне ұшып кетті. Бұл жасыл көлікпен басқа түрімен соғысқанда ұшу керек негізі. Себебі мынау алдында келіп соғысады да, мынау ұшып кетеді. Кейде бірақ істемей қалады, себебі бұл механизм слабылау. Сіздер өздеріңіз күштірек қылып істесеңіздер болады. Осындай әдемі қызыл көлік өзіме ұнайды қатты. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Осымен бол, сау болыңдар.